Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі экскурсиямыздың тақырыбы 1930 жылдары және 50 жылдардың аралығындағы жер аударуы немесе де ықтиярсыз депортация деп аталады. Сол тақырыптық экскурсиямызға негізіне тоқталып кетейік. Сталиндік қуғын-сүргін саясатының қатал бір көріністерінің бірі бұл жаппай жер аудару немесе халқымыздың ықтиярсыз депортациясы деп аталады. Жалпы ықтиярсыз депортация дегеніміз әр түкпір елдерінен келген тұтқындарды зорлап, күштеп біздің жерге, қазақ елімізге әкелу, яғни қара жұмысқа салу болып саналған. Алғашқыда 1936 жылдары біздің жерімізге батыс Украинадан поляктар қамтиды. Кейіннен 1937 жылдары кәрістерменен және де немістер және де басқа ұлт өкілді тұтқындар жер аударылады. Алдарыңызда тұрған бұл макеттің бір үлгісі, бұл теплушка вагоны деп аталады. Мұндай вагондарға сол кезеңдерде тұтқындарды 30-40 адамдарды сығызданып тасымалдаған екен. Яғни қыста өте суық болса, жазда өте ыстық болған дегенмен сол вагондарда мал тасыған еді. Сол уақытта бұлар қиын заманға тап болып осындай вагондармен сығыздасып келген екен. Және де алдарыңызда тұрған тұтқындардың қолдарынан тығып әкелген бұйымдары, көрсеңіздер, қобдиша, құмара, айна, жақты және де басқа сақталған экспонаттар алдарыңызда тұр. Және де алдарыңызда тұрған бұл, яғни қанша ұлт өкілдерінің келген адамдардың саны, мысалы 500-ден астамдар немістер, кәрістер, шешендер, литов, поляк, украиндар және де басқа да ұлт өкілді тұтқындар біздің жерімізге келген екен. Яғни қазақтардан басқасы, яғни бұлар біздің жерімізге келіп қара жұмыс істеген. Сол уақытта, сол кезеңде 1.300.000 адамдай жер аударып келген екен. Сонымен қатар қабырғада тұрған бұл жаңағы тұтқындардың бір-біріне жазған хаттың бір үлгісі, енді көз салуларыңызға болады. Келесі залымызға оралатын болсақ, бұл жаңағы халқымыздың депортацияның екінші бөлімі деп аталады. Алдарыңызда тұрған бұл диаграмма біздің қазақ елімізге, жерімізге жаңа тұтқындар, әр ұлттың тұтқындары келіп, бұлардың тілін білмесек те, бұларды құшақ жайып қарсы алған едік. Яғни тұтқындар бастапқы кезде бұл барлығы киіз үйде кіріп өмір сүрмеген, бұлар алғашқыда шұңқыр қазып өмір сүрген екен. Бұл шұңқыр землянка деп аталған, кейіннен әрине бараққа ауысып кеткен. Енді мына көрнекке көз салсаңыздар, сол уақыттағы ықтиярсыз депортацияға жер аударылып келген адамдардың көбісі немістер мен кәрістер болған. Міне кәріс халқының теплушкада түскен, вагоннан түскен кезі және де бейнелік суреттерін көріп тұрсыздар, көшеде келген және де қолдарында болған бағалы қағаздар, сол кездегі облигациялар, ақшалар деп аталған. Екінші көрнекте неміс халқының шешен ингуштардың жаңағы жер аударылған бейнелік суреттері, соған қатысты көптеген мәліметтерді мына алдарыңызда көруіңізге болады. Келесі диаграммада біздің көрсеңіздер кен өндірісіне байланысты негізделген бейне, яғни тұтқындар кен өндірісінде жұмыс істеген екен. Яғни алдарыңызда тұрған бұл тас көмір деп аталады. Яғни тұтқындар әйелдер, еркектер, ересек азаматтар, 17-18 жастағы бозбалар жалаңаш қолдарымен 700-800 тереңдікті қазып, осы тастарды жер бетіне шығарған екен. Дегенмен бұл қазір Қарағанды қаласы сол көмірге байып шылқып отырғанымызда сол тұтқындарға күнделікті күні алғыс айтуға ешқандай артықшылық болмайды деуге болады. Яғни бұл өте ауыр ерен еңбек болған. Ауыр жұмыстың бір өкілдеріңіз бірі алдарыңызда тұр. Бұл көрнекте көрсеңіздер, тұтқындар кен алқабында жұмыс істеген екен. Және де егін шаруашылығымен, мал шаруашылығымен, өсімдік көкөніс өсіру фабрикаларында жұмыс істеген және де әскери казармалар салған. Сонымен қатар өгізді тартып егін жыртқан екен. Астыңызда тұрған бұл экспонаттарыңыз бірі сол уақытта шойыннан жасалған үтік деп аталады. Бұл үтікте сол кезде
бұл өтікті сол кезде шоқ салып киім өтіктеген екен. Екінші өтіктеріңізде жаңағы жылу жүйені жүйелестіріп өтіктеген, үшінші өтіктеріңіз жаңағы пештің үстіне қыздырып өтіктеген екен. Енді дегенмен бұл өтіктің салмақтары 19 килограмм артқан екен. Ортаңызда тұрған композиция бұл бір шаңырақ елі деп аталады. Яғни көрсеңіздер жан-жақта әртүрлі адамдарды көріп тұрсыздар. Славян тілдес халқының тау-шаңдарында өскен адамдар және де кәрістер, немістердің халқының үлгісін көріп тұрсыздар. Дегенмен біздің тарихымызда беттерін жазып кеткен екен. Біз көп ұлтты мемлекетпіз және де бір шаңырақта және де бір бірлікте өмір сүріп келеміз деген екен. Сонымен қатар 1 мамыр бұл Қазақстан халықаралық бірлігі күні. Қазіргі кезеңде бұл мереке үлкен көлемде тойланады. 130 мыңнан астам ұлттың үйістіріп отырған мемлекет үшін бұл мерекенің орны ерекше. Көптеген ұлтымыздың шаңырағын айналған байтақ Қазақстан бейбітшілігі мен келісімі әлемге үлгі болып танылады. Қазақ халқы сондай қиын замандарда тағдыры үзілген, бозып келген жұрттарды бөле жармай бауырына басты. Сол бейбіт сүйген елдің бірлігі қазіргі таңда тарихи беттерде айғақталып және де бізге де мұрасын қалдырып кеткен.